Қолғанат, қосыл. Қайырлы таң, Жасұлан мырза. Бүгін 2100 жылдың 16 маусымы. Ауа райы ыстық болады деген болжам бар. Жасұлан мырза, дайындалыңыз. Бөлмеге оттегі беру тоқтатылады. Маскаңызға бүгінге жетерлік оттегі толтырылды. Күніңіз сәтті өтсін. Бұның бір шешімі болуы керек қой. Мен оны қалайда табам. Аға, ата-анамыз ол жаққа бармаңдар деген еді ғой. Добымды қайтаруым керек. Онда мен сізді жалғыз жібермеймін. Балалар, қорықпаңдар. Бұл қай жыл? Айтып жіберіңдерші. 2022 жыл. Сен кімсің? Қайдан пайда болдың? Есімім Жасұлан, болашақтан келдім. Болашақтан? Бірақ ол мүмкін емес. Достар, таңданыстарыңды түсінем. Алайда бізде уақыт өте тығыз. Не асығыстық? Болашақта жағдай өте қиын. Таза ауаны шақтап сатып аламыз. Сондықтан осы бір күрделі мәселені шешу мақсатында келдім. Оны қалай шешесің? Ауаны ластап өсімдіктерге зиян келтіретін осындай түтіндерді жоюымыз қажет. Ол үшін мен арнайы сүзгі ойлап таптым. Сол сүзгіні зауыт мұржаларына орнатсақ, біраз мәселе шешілмек. Біз саған көмектесуге дайынбыз. Енді бұның нәтижесін қалай білеміз? Ағалар, қараңыздар. Жасұлан, сүзгің рас менде көмектеседі екен. Осындай сүзгілерді пайдалану арқылы біз өнеркәсіп, көлік, ауыл шаруашылығы, қалдықтарды жою салаларында ауаны ластауға жол бермейміз. Дұрыс айтасың, Заңғар. Сол себепті де сендерге осы сүзгінің сызбасын қалдырып кетем. Кәделеріңе жаратыңдар. Көп рахмет. Болашаққа ауаны таза етіп жеткізуге барымызды саламыз.